Калайсыздар, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен NCLayer программасын компьютерімізге, ноутбугымызға орнатамыз. Ол үшін өзімізден өшіріп тастадық. Сосын Google Chrome'a кіреміз. Және де мына жерден астынан тілді өзгертіп аламыз. Қазақшада тұр. Русский, English. Бұны тез клавиштермен өзгерту үшін PKI-Gov-KZ'ті таңдаймыз. Тілдерді тез өзгерту үшін Shift Alt 2 батырманы бірдей басамыз. Сосын бірінші шыққан экранды басамыз. Төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түскен кезімізде мына жерде NCLayer для Windows 32 NCLayer Windows 64 деп тұр. Біз одан бұрын өзіміздің қандай битте екенін, қандай системада тип екенін біліп аламыз. Ол үшін компьютер деген басып, мышканың оң жақ батырмасымен басып, свойствоға кіреміз и астына түсе берсек, тип система деген батырманы көреміз. Міне астына тартылып жатыр. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін. Интернетті жақсы жерден қолданыңыздар. Интернет жақсы жерде тез тартылады. Мінекей тартып алдық енді өзімізге. Сохранить папку дегенде басамыз. Сосын бұл жерге сақталды деді. Осы жерден оңжақ батырмасын басып отырып, дәлел деген программаны басамыз. Сосын бастамам кетіледі. Артық папкалерді сохранить жауып тастаймыз. Орнатылған NCLayer программасы не үшін қажет? Бұл программа Ego порталының өзіңіздің керекті жұмыстарыңызды алыстан, қашықтықтан алу үшін қажет. Мына астында осындай программа орнатылып келеді.